Қарағанды облысындағы Казкарбон серіктестігі кремний балқытуды қолға алмақ. Жоғары технологиялық құрылғылардың өндірісінде пайдаланылатын бұл материалдың компания жылына 35-40 мың тоннасын өндіруге ниетті. Әзірге Казкарбонның көмір байыту фабрикасы мен ферроқорытпа зауыты жемісті жұмыс істеп тұр. Өнім тұтас экспортқа шығарылады. Жуырда агломерат өндіретін фабрика іске қосылмақ. Қазақстанның даму банкі қаржыландырған тың жобалармен арна тілшісі танысып қайтты. Таспада Шұбаркөлдің қара отыны. Казкарбон компаниясының Қарағандыдағы фабрикасында шикізат күл мен тастан тазартылып, байытылған көмір концентратына айналады. Міне, дайын өнім. Көмір байыту фабрикасы мамырда іске қосылды. Басты ерекшелігі сол өндіріс процесі тұтас автоматтандырылған. Бір ауысымда небәрі 17 адам жұмыс істейді, яғни өндірістік жарақаттар да жоқтың қасы. Жалпы Казкарбонда 1600-ден астам адам жұмыспен қамтылған. Жылына 2 миллион тонна дайын концентрат, және де бізде сағатына 300 тонна. Технология бойынша көріп тұрғаныңызда барлығы цифрлық жағдайда, барлығы онлайн режимде жасалмады. Көмір концентраттары біздің өзіміздің балқыту пештерінде қолданамыз, және де шетелдерге, Ресейге, Беларусьқа, және де Еуропа елдеріне экспорттар жасаймыз. Ал бұл Казкарбон серіктестігінің тағы бір мақтанышы ферроқорытпа зауыты. Ферросилиций, ферромарганец құйылады мұнда. Бұл болат өндірісіне қажетті қоспалар және әлемдік нарықта зор сұранысқа ие өнім. Бәрі шетелге сатылады. ақш, Еуропа, Жапония, Корея, Түркия және ТМД елдермен келісім жасалып қойған. Өндірістік қуаты 57 мың тонна. Әзірге 8 балқыту пешінің 4-еуі жұмыс істеп тұр. Қалғаны жыл соңына дейін іске қосылады. Сондай-ақ кремний балқытуды қолға алуда жоспарда. В следующем году начинаем плавить кремний металлический. Металл кремнийін балқытуды келесі жылы бастамақшымыз. Ол күн батареялары мен чиптердің өндірісінде қолданылады. Сұраныс бар. Сондықтан бірнеше айдан кейін осы нарықты да игеруді бастаймыз. Жылына 35-40 мың тонна өндіру жоспарда. Бұл да соңы емес. Үшінші кәсіпорын агломерациялық фабрика. Оның құрылысы әлі жүріп жатыр, келер жылы іске қосылмақ. Мұндай заманауи өндірістің арзанға түспегені белгілі. 3 фабрикаға құйылған инвестицияның жалпы сомасы 50 миллиард теңгеге жуықтайды. 11 миллиард құрылтайшылардың өз қаражаты болса, 38 миллиардын Қазақстанның даму банкі 10 жылға несиеге берген. Акционерлер бізге бұл жобаны ұсынғанда біз оның жоғары табыстылығына назар аудардық. Бұл жоғары сапалы жаңа өнімдер. Әрі компанияның біліктілігі жоғары инженерлік техникалық кадрлары бар. Өнім нарықта сұранысқа ие, әрі экспорттық әлеуеті жоғары болған соң бұл жобаны қаржыландыруға бел будық. Қазақстанның даму банкі құны 7 миллиард теңгеден асатын әрі жобаларды қаржыландырады. Оның басты миссиясы өндірістік инфрақұрылымды және өңдеу өнеркәсібін дамыту. Осылайша ел экономикасына жәрдемдесіп, сыртқы және ішкі инвестицияларды тарту. Мәселен, былтыр банктың қолдауымен Қарағандыда 92 миллион долларға YDD Corporation компаниясының ферроқорытпа зауыты іске қосылды. 99,8%-ға экологиялық тиімді зауыт бүгінде ферросилицийді әлемнің 47 мемлекетіне экспорттайды. Саят Ермек, Бағлан Бекайдаров, Атамекен бизнес.